Ыбырай Алтынсарин, бақша ағаштары. Жаздың әдемі бір күнінде таңертең бір төре өзінің баласымен бақшаға барып, екеуі де егілген ағаштары мен гүл жапырақтарын көріп жүрді. Әке, мына ағаш неліктен тіптік, ана біреу неге қисық біткен? Оның себебі, балам, анау ағаштың қисық бұтақтары болса, кесіп, бау қағумен өсірген. Мынау ағаш бағусыз, өз шығу қалыбымен өскен. Олай болса, бағу қағуда көп мағына бар екен ғой. Бау қағуда көп мағына барында шек жоқ шырағым. Мұнан сен де өзіне өсиет алсам болады. Сен жас ағашсың, саған да күтім керек. Мен сен қате істеріңді түзеп, пайдалы іске үйретсем. Сен мені айтқанымды ұғып, орнына келтірсең, жақсы, ақылды адам болып өсерсің. Бағусыз, бетмен кетсең, сен де мына қисық біткен ағаштай қисық өсерсің.